Титулсыз көшбасшы, атақсыз ақ көшбасшы болу жолы. Көшбасшы болу үшін міндетті түрде жоғары лауазым немесе атақ керек деп ойлайсыз ба? Робин Шарма өзінің «Титулсыз көшбасшы» атты кітабында кез келген адамның шенге емес, өз ұмтылысына сүйеніп ақ көшбасшы бола алатынын шабыттандыра көрсетеді. Бұл кітап өмірден түңіліп жүрген қарапайым жас жігіттің ойынан шығарылған хикаясы арқылы оқырманға терең ой салады. Басты кейіпкер Блейк Дэвис ата-анасынан айырылып, соғыс қиындығын көріп келген соң, кітап дүкенінде жұмыс істеп жүрген тұйық жан. Күнделікті жұмысы бірсарынды, болашағына үмітсіз қарап, өз тағдырын сыртқы жағдайлардың құрбаны сезініп жүрген. Бір күні сол дүкенге Блейктің әкесінің досы Томми Флинн есімді ерекше қария келіп, жігіттің өмірін өзгертуге бел буады. Алдымен Томми Блейкті қала шетіндегі зиратқа ертіп барып, жаңа қазылған көрдің түбіне көмілген қос тақтайша тауып алғызады. Олардағы 10 өкініш және 10 жеңіс деп аталған тізімдерді оқығанда Блейктің төбе шашы тік тұрады. Мысалы, ең бірінші өкініш, соңғы күнің келгенде ешкімге өз үлгіңмен шабыт бере алмағаныңды түсінесің деген жолдар еді. Мұндай өкініштерге толы өмір сүрмеу керектігін терең сезінген Блейк енді Томмидің сабағын тыңдауға даяр болады. Томми оны өмірде атақ дәрежесі болмаса да, өз ісінде орасан жетістікке жеткен 4 жанмен кезек-кезек кездестіріп, әрқайсынан көшбасшылықтың бір қағидасын үйренуге алып шығады. Осы 4 қағида кітаптың басты өзегі. Бірінші қағида: көшбасшы болу үшін атақтың қажеті жоқ. Бірінші ұстаз қонақ үйдің бөлме қызметшісі Анна. Кәдімгі бөлме қызметшісі болып жүріп ақ, Анна өз жұмысында аса абырой мен мінсіз шеберлікке қол жеткізген. Ол Блейкке кез келген адам, тіпті қызмет сатысының ең төменгі деңгейінде жүрсе де, көшбасшылық қасиет көрсетуге қабілетті екенін дәлелдейді. Басшы болмасаң да, әр күн жұмысқа барғанда қолыңнан келгеннің ең үздігін істеуге құқың бар. Әр кездескен адамға өзіңнің үздік үлгің арқылы әсер етуге, оларға шабыт беруге құқың бар. Қандай қиын жағдай болса да, оң өзгеріс енгізе аласың. Ең қарапайым қызметті атқарсаң да, айналаңдағы адамдарға құрметпен, ізетпен қарап, қамқор бола аласың. Мұның бәрі үшін арнайы титулдың керегі жоқ деп үйретеді. Шын мәнінде кітапта ешқандай екінші сортты жұмысшы жоқ. Бүгінгі әлемде артық адам деген болмайды. Әр адам және әр қызмет маңызды. Егер сен кез келген жұмысты титулсыз көшбасшы философиясымен атқарсаң, сол жұмысқа мән маңыз дарытады. Аннаның сабағы Блейктің көзін ашады. Ол әр адамда ішінде жасырын жатқан көшбасшылық күш барын түсінеді. Ең алдымен өзіңе жоғары талап қойып, әр ісіңе толық жауапкершілік алу керектігін ұғады. Робин Шарма атап өткендей, көшбасшы болу үшін сізге диплом немесе ресми лауазым қажет емес. Бастысы шешім қабылдай білу, істеген ісіңіздің бәріне жауапкершілік алу, мәселелерді уақытылы шешу және өзгелерге әрдайым қол ұшын созуға дайын болу. Екінші қағида: қиын қыстау кезеңдер ұлы көшбасшыларды шыңдайды. Екінші ұстаз Тай Тайлер есімді бұрынғы кәсіби спортшы, шаңғышы. Спорттық мансабы аяқталған соң, ол шағын спорт дүкенін ашып, талай сынақтан сүрінбей өткен. Тай қиындықтарға қаймықпай қарсы тұрудың маңызын түсіндіреді. Сенің өсуің ыңғайлы аймағыңнан тыс жерде басталады. Сол себепті қорқыныш ұялататын нәрселерден қашпа, қайта оларға жақындай түс дейді ол. Шынында да біздің шекарамызды кеңейтетін қорқынышты жеңу тәжірибесі. Тайдың айтуынша, кез келген өзгеріс алдында бойымызды қорқыныш билеу заңдылық, бірақ сол қорқынышты жеңе білгенде ғана жаңа белеске шығамыз. Мысал ретінде автор көбелектің қуыршақ кезеңін айтады. Біреу қиындықтан қанаты қайырылып жатқан көбелекке жәрдем беріп, оны қауызынан ерте шығарып жіберсе, көбелек ұша алмай өліп қалады. Өйткені оның қанаттарын қатайтып, өмірге дайындайтын күш сол қауыздан өзін-өзі босатып шығу кіресі екен. Сол сияқты өмір сынақтары бізді шынықтырып, күшті ете түседі. Блейкке қиын кезеңді тиімді өткізуге көмектесетін спарк, яғни ұшқын деген қағидаларды үйретеді. Ол ағылшынша қысқартылған 5 ереже. Шыншыл сөйле, әрдайым ашық та ізгі ниетті коммуникация ұстан. Маңыздыны бірінші қой. Алаңдататын ұсақ түйектерді шектеп, басты мақсаттарыңа зейін қой. Қиындықты мүмкіндікке айналдыр. Кез келген дағдарысты жаңа мүмкіндік деп қара. Тығырықтан әрекет арқылы шығуға ұмтыл.
реакция берме, жауап бер. Жағдайға жай реакция жасаушы болмай, шешім ұсынушы бол. Яғни істі өз қолыңа ал. Әркімге алғыс айт. Айналаңдағы адамдардың еңбегін қадірлеп, үнемі ризашылық білдіріп отыр. Тайдың бұл кеңестері Блейкті қайрай түседі. Ол қиындықтарға басқа қырынан қарауды, қауіп-қатерден қорықпай, тәуекелге барып үйренуді өзіне мақсат етеді. Автордың айтуынша, күн сайын өзіңді қорқытатын бір істі істе, сонда қорқынышыңды күшке айналдырасың. Осылай сенімің нығайып, жеңілмейтін күйге жетесің. Міне екінші қағида Блейкке кез келген сынаққа мойымай, керісінше содан сабақ алып, өсуге мүмкіндік деп қарауды үйретті. Үшінші қағида көшбасшылық табысың айналаңмен орнатқан қарым-қатынасыңа тікелей байланысты. Үшінші ұстаз Джексон Чан. Бір кезде ірі компанияның бас директоры болған, қазір қарапайым бақ күтушісі. Джексонның сабағы адамдармен терең және шынайы қарым-қатынас орнатудың көшбасшылық үшін зор мәні бар екенін ұғындыру. Адамдарға көмектес, құлақ түре біл, олардың сеніміне кіріп жетістігін атап өт, шабыттандыр, өзің оларға қызмет ет, және ең бастысы, әрдайым өзің үлгі бол. Джексонның Блейкке үйреткен негізгі ережелері осындай. Расында да ұлы көшбасшы болу үшін өз командаңмен өзара сенім мен құрметке негізделген байланыс орнату шарт. Кім барлық істі өзі істеп, жетістікке тек өзі ие болғысы келсе, ондай адам ешқашан көшбасшы бола алмайды, деп классик Эндрю Карнегидің сөзін еске салады. Яғни нағыз көшбасшы өз мақсатына жету үшін өзгелердің де өсіп жетілуіне мүдделі болуы керек. Джексон айналасындағы адамдарды бағалап, әрқайсының ең жақсы қасиеттерін аша білу керектігін айтады. Ол бақшаны күтіп-баптау аналогиясын қолданады. Қалай өсімдік күтімді қажет етсе, сол сияқты кез келген адамды қолдап, жағдай жасау, оның гүлденіп, талантын толық көрсетуіне жол ашады. Блейк бұл сабақтан ұжымдағы әріптестеріне, тіпті бейтаныс жандарға көмек көрсету мен қолдау білдіру арқылы өзі де табысқа жететінін түсіндіреді. Джексон ұсынған Human қағидасы 5 құндылықты қамтиды. Көмектесу, міндетіңнен асыра көмек беруге дайын бол. Түсіністік, көп тыңдап, қарсы алдыңдағы адамды шын ұғуға тырыс. Араласу, жұртпен ашық сөйлесіп, қарым-қатынасты кеңейт. Көңілді білдіру, жұмыста әзіл мен жайдары көңіл күйді ұмытпа. Бұл өнімділікті арттырады. Қолдау көрсет, әр адамға қамқорлықпен қара. Осындай қарым-қатынас орната білген көшбасшының командасы берік, өзі құрметке бөлінетіні сөзсіз. Блейк бұл қағиданы жүрегімен түсініп, бұрынғы тұйық мінезінен арыла бастайды. Төртінші қағида, ұлы көшбасшы болу үшін алдымен ұлы адам бол. Төртінші ұстаз Джет, қалалық массаж терапевті. Джет Блейкке нағыз көшбасшылықтың түп тамыры адамның өз болмысында екенін үйретеді. Өзгелерді үлкен істерге шабыттандырып, соңынан ерту үшін алдымен өзіңе және өз құндылықтарыңа мықты сенуің керек. Санаңда жеңіліс туралы бірде-бір ойға жол бермеуің керек деп түсіндіреді. Адам әрдайым өз-өзіне көшбасшы бола білуі тиіс. Яғни өзін үздіксіз шыңдап дамытып отырса ғана басқаларды жетелеуге қауқарлы болады. Робин Шарма бұл жерде ойдың күшін ерекше атап өтеді. Яғни не ойласақ, өмірімізде сол көрініс табады. Сондықтан жеңіліс пен негативке толы ойлардан арылу өте маңызды. Джет Блейкке өзін дамытуға арналған нақты тәсілдермен бөліседі. Ең әуелгісі айқын мақсат пен білім. Ұдайы ізденіс пен оқу сананы кеңейтудің, жан дүниені байытудың жолы. Өз мақсатыңды нақтылап, соған сай аффирмациялар жазып, зор сеніммен қайталап отыруда бойға қуат береді. Армандарыңды көз алдыңа жиі елестету, мақсатқа жету мотивациясын арттырады. Сондай-ақ күнделік жазу арқылы адам өз ой-сезімдерін тәртіпке келтіре алады. Бұл қағиданы ұстанған жан дене шынықтыру мен дұрыс тамақтануды да назардан тыс қалдырмайды. Себебі физикалық қуат мықты лидерлік үшін ауадай қажет ресурс. Джет үйреткен Shine, яғни жарқыра ережесі келесілерді қорытындылайды. Айқын көру, өткеннің өкпе ренішін көтеріп жүрмей, мәселелерге сабыр мен сырттай қарау. Денсаулық, дені саудың жаны сау қағидасын ұстану. Шабыт, күн сайын өзіңді рухтандыратын дүниеден нәр алу. Отбасы,
жұмыстан бөлек жанұяңа көңіл бөлу. Өйткені берік отбасы тірегі үлкен жетістіктің негізі. Даму күн сайын өміріңді жақсартатын шағын қадамдар жасау, өз өмір сапаңды көтеру. Осы 4-ші қағиданы толық меңгергенде Блейк бойында жаңа бір күш пайда болғанын сезінеді. Ол өз өмірінің тізгінін өзі ұстай бастағанын аңғарады. Кеше ғана еңсесін басып тұрған қорқыныштары мен күмәндары сейіліп, орнына зор мақсаттар мен оларды жүзеге асырар нақты әдеттер келген. Қорытынды: бір күннің ішінде 4 бірдей данагөй жаннан теңдесі жоқ сабақ алған соң, Блейктің өмірге көзқарасы түбегейлі өзгерді. Ол енді өзін жай ғана тағдырдың құрбаны емес, өз өмірінің лидері деп қабылдайды. Автор айтпақшы, үшінші жол жоқ, не көшбасшысың, не құрбанысың. Блейк осыны терең түсініп, барлық жауапкершілікті мойнына алады да алған білімін іс жүзінде қолдануға кіріседі. Нәтижесінде ол жұмысында зор табыстарға жетіп, жеке өмірінде де бақытқа кенеледі. Көшбасшылық дегеніміз лауазым мен атаққа байланып қалмай, күнделікті өмірде жоғары адамгершілік пен жауапкершілік көрсету. Қай салада, қай орында жүрсеңіз де өз ісіңізді үздік атқарып, айналаңызға шапағат шаша білсеңіз, сізді ешқандай шенсіз-ақ нағыз лидер деп атауға болады. Бұл қағидаларды ұстанған адам еңбекте де, жеке өмірінде де биік жетістікке жетіп, айналасына жағымды өзгеріс әкелетіні сөзсіз. Ендеше, сіз де өзіңіздің ішкі көшбасшыңызды оятыңыз. Атақ дәрежеңізге қарамастан үлкен істер атқаруға қабілетті тұлға екеніңізді ұмытпаңыз. Әр күнді саналы шешімдер мен батыл әрекеттерге толтырып өткізіңіз. Сонда өмір жолыңыз мәнге, ал еңбегіңіз жеміске толы болмақ. Атақсыз-ақ көшбасшы болу, өз өміріңізге қожа болу және сол арқылы өзгелерге нұр шашу. Бұл шабытты жолға бүгіннен бастап түсіңіз. Сонда ертеңіңіз бұрынғыдан әлде қайда жарқын болары хақ.